ақын жігіт Нұрмұхаметті бүгінде ел танып үлгерді. Аузына тісіген кішкене таяқшасы арқылы ұялы телефонның әріптерін басып, өлең жазатынымен ерекше. Оның сыршыл өлеңдері әдемі өрнектелген жыр шумақтарынан өмірге құштар жанды елестейді. Жақында сол Нұрмұхамет Әбілқасымов отбасын құрды. Көптен бергі арманы сол еді. Міне, Алла ниетіне жеткізді. Мен өмірге шала келсем де даралығымды байқатқым келеді. Арба үстіне теңселіп отырып, еңселі жыр жазу көпшіліктің шамасына көнбейтін іс. Бірақ бойымда бір алып қуаттың бар анық. Аллама ғана сенем дейді соңғы шыққан тас жарған кітабында. Сенім мен сезімі арманына қол жеткізді. Қолына қондырған ақ құс әйгерімді шаңырағына келіп келін етіп түсірді. Арал ауданының аруы 19 жаста. Қызылорда қаласында өткен сайыста екеуі танысып, 3 күнде шешім шығарып көңіл жарастырған. Қазақы дәстүрмен беташар жасалып, Сырдария ауданы Шіркелі ауылының келіні атанды. Ей жігітім, орындалды үмітің, жанұялы көп жанның, енді сенде бірісің. Айтар болсам дұрысын, қасыңа келді арысың, ашулансаң жазатын қабақтың құрыстырысын. Шаңырағың мәңгі жайнасын, қазаның мәңгі қайнасын. Сен сүйген жарың мәңгілік, еліңнің қамын ойласын. Нүрек бүгін той қылды, деп бүгін халық тойласын. Қасиетін қазақтың қанында жатқан ағып бір ешқашанда жоймасын. Әкелер ай жарыңның, әкедей болар сағанда. Әкелерің көбейсе, қарағым айтшы жаман ба. Жаманат жерде жатама, өлсең де атын атама. Иіліп сәлем бере қоян отырған атаңы, аталарға бір сәлем. Әр елдің шежірелі дариясы бақыттан жана берсін, жанұясы аман болсын. Киелі бұл мекеннің әр үйдегі құтты бір қариясы деп, осы ауылдың ақсақалдары аталарының құрметіне айналайын келін иіліп тұрып бір сәлем бере ғой. Үлкендерді құрметтеп жүрейік. Артына түйіңіз жақсылап әдемілеп. Содан бері 3 ай өтті. Бүгінде келіндік қызметімді атқарып жүрмін дейді.
осыдан 2 жыл бұрын жазған бір шумағым бар еді. Мен білемін әділдіктің болатын, сарқылған көл жырмен толатын. Мен сеземін махаббат айдыныма, бірақ оның ай үстінде қонатын деген бір шумағым бардың. Енді Алланың беруінде шектеу жоқ дейді. Мен енді бақытымның осындай бір сәтте қонатында өзім іштей сенемін. Көңілім асығатын. Аллаға шүкір, осы бақыттым өзімнің шумағымдай айсыз үстінде қонды десең артық болмас. Өмірде теңін таппай кетіп отқандарды көп, теңін тауып жарасып жанұя болып отқандарды көп. Енді өмірге шала кезімде даралығымды дәлелдеп, осы өмірден үлесімді сабағымды қайтсем де алып кетемін деп жүріп, осының бәрі қоянды қамшы өлтіреді, жігітті намысы өлтіреді дейді. Осындай намысқа өзім тырыстым. Бірінші Алла, екінші өзім осы намысым мені жігіт қылды деп ойлаймын. Енді бүгін барша қазақстандықтарды отбасы күнімен құттықтаймын. Бойдақ ілімі осындай менің жолымды берсін, қиындыққа шыдаңдар деймін. Деніміз сау болсын. Кішкентай нанның қадірін білейік. Мамам еркелетеді үйде. Мамам да білмеген жерімді үйретіп жатыр. Білмеген жерім дұрыс емес деп ақылмен айтып жатыр. Негізі Құдайға шүкір бақыттымын. Осы үйдің қызы сияқтымын. Осы үйдің қыз сияқтымын. Папам мамам да қызындай көреді. Қыздарын қалай жақсы көрсе, келіндерін де солай жақсы көреді. Папам да қаттырақ жақсы көрем. Өзім де жаңа әкесіз өскеннен кейін жаңа қамқорлығы да бар. Ақыл айтады кейде папа. Жақсы болыңдар, бақытты болыңдар, ұрыспаңдар. Сендер бақытты болсаңдар, біз де бақыттымыз деп папам айтады. Соған ризамын. Құдайға шүкір. Мен тамақ істеп жатсам қасыма келеді, күйіп қаласың, бетіп қаласың деп ше. Өйткені қорқады ғой. Мен өзім істеймін деп жүгіріп жүреді да. Соған қуанамын. Басқа үйде болса, мама болса айтады, ондай араласпайды ғой. Мама шынымен де қонақ келген кезде Айгер анаяққа бара бер, анаяқты бүйте бер дейді. Өзі істеп береді тамақты. Келінім істеді, Айгерім істеді деп қуандырып қояды да. Мен істедім деп айтпайды. Айгерім істеді, жеңдер тәтті қылып істепті деп ше. Қуанып қаламын сондай жеріне. Сосын шай қойса да шай қой демейді, өзі қоя береді. Қазір бір жағында жүреді ғой енді. Иә, бір жағында жүреді. Үйден салмай. Иә, адам болсын, адам болам дегенше енді бізге қол көмегін береді ғой. Қайын сіңілдеріңді, қайныларды еркелетіп ат қоясың ба? Иә, ақ қайным деймін, Қалтайды. Ақ қайным деп қойдым, ол жеңше дейді. Жұлдызға Еркетай деп қойдым. Қайын сіңілің Жұлдыз? Иә, қайын сіңілім. Қазір үйленіп кетті, Алматыда тұрады, бір баласы бар. Қазір. Кішкентайларға ше? Кішкентайларға Құнызайға Бота деп қойдым. Мұқашқа Нұржігіт. Еркашқа Ержігіт. Зереге Сезім деп қойдым. Келінім атын Мико. Негізі мен сұлу үшін аты Мико деп бір-бірімізді еркетеміз. Құдайға шүкір. Екеуміз Мико, Айка деп ше. Ол да қонақ келгенде маған көмектеседі, мен оған көмектесем. Бұрын қалай елестеттің енді келін болу, отбасы болу дегенді? Мысалы, осындай шешім шығарған кезде өзің жүрегің не деді? Енді үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Дұрыс шынымен де. Бірақ Құдайға шүкір, негізі әйел мықты болу керек та. Бәрі шыдамдылыққа шыдау керек, жеңу керек, бақытты ана болу керек қой. Қыздар деген ана ғой, гүл ғой мысалы. Сондықтан білмеймін енді, бойдақ қыздар бар ғой енді. Олар да бақытты болсын деймін. Нұрик деп айтпаймын. Өйткені қанша ол мен жасы үлкен ғой.
мен күйеуім қалай болса солай сөйлемеймін ғой, өйткені сыйлаймын, жолы үлкен, ағалармен бірдей кісі, мысалы ағамдай көрем, әкемдей көрем, мен шынымен де ғой. Сондықтан Нұреке деп айттым. Менде жеңгем бар, Қызылорда тұрады, Гүлмира деген. Звондады да маған. Не деп, күйеуің атын қалай қоясың дейді да маған. Қандай қойып қойдың, не деп айтасың дейді. Нұрек деп айтатын түгім да баста, енді ат қоя алмадым ғой. Сосын ұрысты, сен не, Нұреке деп қойсай, Нұрек деп, құрдасың ба, досың ба, сен талай жас үлкен ғой, күйеуіңді сыйла деп. Сол Нұреке деп қойдым. Енді байынша өзім Нұрекем деп еркелетемін. Мама да қарсы болады ғой. Енді қай ана қарсы болмайды, бәрі анада мысалы. Басында жаңа звондамайды, звондағанды көтермей, сөйтіп. Бірақ Нұреке айтты ғой, мен алып қашып жатқанда. Мамаң басында жек көреді, кейін жақсы көреді деді ғой. Шынымен де ше. Уақытша жек көреді. Иә, мама звондады, бақытты болыңдар, айналайын. Ешқашан жыламаңдар. Ертең мен барғанда алдарымда күліп жүре беріңдер деп айтты ғой. Соған риза болдық. Біздің мына Нұрмұхамедіміз биыл 2015 жылы үйін айында бір шахматтан жарысқа барып, жар таңдауменен мамандық алуды арман қылып өзі. Одан балалы болсам деді. Балалы болсам деді, отбасын құрсам деді. Сол Құдай жарылқап, мен айтып жатырмын, төбеден іздегеніміз жерден шықты деп. Осындай теңін тапты, Айгерімдей аруды кездестірді, сөйтіп үйленді 20-шы үйінде. Сонымен тойын жасап, әуелі Құдай сосын шүкір деп отырмыз. Осы негізі 6 баланың бұл 4-шісі Нұрмұхамед. Өзімнің 6 балам бар. Әрқайсысы өз орындарын тауып, біреуі бәрі әйтеуір халыққа қызмет етіп жатыр. Нұрмұхамедте қарап отырғысы келіп тұрған жоқ, қолынан келгенін бәрін жасап жатыр. Осы үйленбей тұрғанда жаңағы инкубатордың несін алып тауып, жұмыртқа бастыратын аппаратын алдыртып, заказбенен сөйтіп 2-3 рет аштырып, қазір 100-дің үстінде тауық уже алды желініп жатыр жеуге жарап. Қарап атқан. Сосын мына ауылымыздағы бір осы серіктестіктен бір жер алып ауқымда көл. Соған жаңа балық салып, інісі қолдап бұны. Қолымнан келгеннің бәрін беріп жатырмын деп айтсам болады. Енді мен Айгерім сенен ешқандай ештеңе талап етпеймін дедім. Әуелі дең сау болса, Нұрмұхамедтің жағдайын жасасаң ең бірінші. Сосын қалған жұмыс өзінен өзі реттеле береді. Я өмірге Құштаржанның ендігі арманы бала сүйіп, әке атану. Жақсылықтың ерте кеші жоқ, бүгінде жары Айгерім қайнысының балапандарын құшағына алып, ырымдап, Алладан бала сүюді тілейді. Сезам, ай сезам. Ықтасай. Сындай бала кімде бар, жалғыз тірі бар. Бізде қоштасарда ендігі жолы шілдехана бесік тойға келуді жазсын деп лек айтып қоштастық. Махаббаттарың мәңгі болсын. Жолдары бола берсін, келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың бал әні. Ғашық болған күннен бастап достар-ау, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұпайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін.